Сәлем қыздар, бүгін қойдың қабырғасынан қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен етімізді жақсылап турап, қазанымызды қыздырып, үстіне майды құйып, етімізді жуып саламыз осылай. Одан кейін асты бірінші жақсылап қуырылғанша күтеміз. Қуырылған соң бір араластырып жібереміз де үстіне пиязын салатын боламыз. Мына жерде 2 пияз қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз да дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Етіңіз жақсы тұздалған болса, онда алдын ала қарау керек. Ащы болып кетпес үшін сондай дәміне қарап барып саламыз. Жақсылап араластырып аламыз да астын шамалы жай қойып, қазанның қақпағын жауып, біраз пісіретін боламыз. Етіміз шамалы жұмсарып осылай піскен кезде байқаймыз. Одан кейін уже картошкасын саламыз. Примерно осындай 25 минуттай тұру керек қуырылып. Одан кейін картошкасын саламыз. Дәміне қарай тұзын көреміз. Кем болса саламыз. Енді үстіне бір кесе қайнаған су қосып жібереміз де астын өте жай қойып бастырамыз. Примерно 1 сағаттай тұру керек. Сол кезде күшті болып езіліп піседі етіңіз де картошкаңыз да. Етіңіз қаттылау болатын болса, су құйып бірінші етті тағы бастырып алу қажет. Өйткені картошка тез пісіп кетеді. Бүгінгі дайындаған қуырдақ осылай болып шықты. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Ас болсын.